жаңа Майнкрафт жазылған, жаңа Майнкрафт шыққан білмеген адамдар енді білмеймін, бұны көрмей қойса да болады. Ал жаңа Майнкрафтты енді білетін адамдар, бірінші баг таптым, достар, қараңдар, күшті баг таптым. Құдықтың қасында, енді бұл есігі бар шығар ең құрғанда. Есігі неқта, ё-моё. Осындай бір багтар Майнкрафтқа қазір қосыпты. Мына жақта неғып екі есік не тұр? Есігі қайда? Не? Не есік. Бұл жай үй. Мына жерде печ. Так. Ана жерде мародерлардың үйлері. Мында бір баг. Түсінбедім. Қазір мына үйлерді көрейік. Түсінбедім. Жарайды бұнда. Біздің выживание сериямыздың бұл үшінші бөлімі, үшінші бөлім десек те болады. Өйткені мен біріншісін түсірдім, екіншісін көрдіңдер, бірақ онда кішкене даусым дұрыс естілмеді. Ол кезде мен микрофонсыз түсіргем, қазір микрофон бар менде. Так, мына үйлердің бәрін тазалаймыз. Бұл забагованный десек те болады, өйткені чатырын қараңдар. Мұнда баг қой, короче. Мұнда бір баг болып жатыр, түсінбедім не екенін. Әйтеуір бір баг бар. Соны ғана түсіндім. Және деревняға мынандай пшеницалардың блоктарын қойды. Қатып жатыр, FPS көп жейді Майнкрафт. Тура адам жүретін жерге пшеницаны қояды. Логично емес. Бұл да бір баг болып келеді, өйткені адам жүретін жерге қоймау керек. Сундук. Так, онда мен бұның бәрін алып отырғанша уақытымды кетірмейін. Бәр заттарды аламыз. Мына пшеница, тағы да пшеница. Онда достар, осымен бірінші бөлім бітті. Сендер лайктарыңды басып, каналға тіркеліңдер. Видеоны соңына дейін көргендеріне рахмет.